Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Сысқасқызы. Бүгін сіздермен шала туылған нәрестелердің қалай күту керек, осы туралы негізгі 9 кеңесті айтатын боламын. Ал кеттік. Алдымен мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Шала туылған балалардың ең алдымен емізу туралы айта кетейік. Шала туылған балаларды әр сұраған сайын емізу керек. Орта есеппен әр 2 сағат сайын бала ему керек. Емізген кезде міндетті түрде анасының өзінің сүті болғаны дұрыс. Өйткені анасының сүтінде иммуноглобулиндер болады. Бұл иммуноглобулиндер баланың толық жетіліп, иммунитетінің қалыптасып, қоршаған ортаның инфекциясынан қорғайтын қасиеті бар. Сондықтан искусственный тамақтан гөрі жаңағыдай баланы емшек сүтімен емізген дұрыс. Екінші, баланың бөлме температурасы қандай болу керек? Егер баланы қатты орап, жаңағыдай бөлмені ыстық ұстайтын болсаңыздар, балаға үстіне бөртпелер шығып кетуі мүмкін, денесі қызарып кетуі мүмкін, және осындай жағдайдан кейін бала өте қатты мазасыздануы мүмкін. Сондықтан баланың жататын бөлмесінде температура 20-25 градустың шамасында болу керек. Одан жоғары болмайды. Және де баланы қатты орап, үстіне көрпе не жауып, жаңағыдай қатты ыстық ұстамаңыздар. Ол кезде жаңағыдай денесіне әртүрлі қызарулар пайда болады. Келесі, баланы майлау жөнінде айтатын боламыз. Үшіншісі, баланы майлаған кезде бүткіл денесін майлауға болмайды. Бүткіл денесін майлаған кезде терісінің терморегуляция деген температура сақтау регулировкасы бұзылады. Сондықтан бүткіл денесін майлауға болмайды. Тек қана баланың қыртыстарын, физиологиялық қыртыстарын, мойын ортасы, шап, қолтығы және басқа да қыртыстарын стерилді, қыздырылған маймен майласаңыздар болады. Тек қана қыртыстарды майлаймыз, бүткіл денені емес. Енді келесі, шомылдыру жөнінде айтатын болсақ, баланы роддомнан шыққаннан кейін қайнаған суға, судың температурасы, қайнаған суды суытып, температураны 37 градусқа дейін жеткізіп, 37 градуста баланы шомылдыру керек. Шомылдырған кезде алғашқы күндері жаңағыдай шөптер, жаңағыдай әртүрлі қоспалар, череда, тағы бірдеңелермен шомылдырмаған дұрыс. Алғашқы күндері қарапайым жылы су, кішкене тұзды су, сонымен шомылдырамыз. Кейін уже ақырындап салмақ қосқан кезде бала уже кішкене толық жетілген бала болып, кәдімгі уақытысына жеткен баланың салмағына жеткен кезде ақырындап уже қоса берсеңіздер болады. Енді келесі кеңес, дәрігерге қарату. Баланы туылғаннан кейін үйге шығып келген кезде учаскелік дәрігерлеріңіз 1 айға дейін келіп қарап тұрады. Учаскелік мейірбике, учаскелік дәрігер. Бала 1 айға жеткеннен кейін сіздер міндетті түрде емханаға келулеріңіз керек. Емханада невропатолог пен хирург және педиатр маманы көру керек. Баланың салмағын, басының мөлшерін, дамуын деген сияқты соның бәрін бағалап, сосын егер балаңыздың дамуы бәрі жақсы болатын болса, ары қарата ай сайын педиатрға қаралып отырасыздар 1 жасқа толғанша. 1 жасқа толғаннан кейін бүткіл мамандарға көрсетеміз. Окулист, невропатолог, лор, хирург, барлық мамандарды өткізіп, баланы 7 жасқа дейін диспансерлік учетте ұстау керек. Келесі, баланы қалай таза ауаға шығарамыз? Егер бала суық кезде туылатын болса, қыс мезгілдерінде, онда таза ауаға шығарған кішкене қауіптірек, өйткені олардың әлі терморегуляциясы жақсы дамымағандықтан, оны сразу жаңағыдай суыққа шығаратын болсаңыздар, ауырып қалуы мүмкін. Сондықтан қыстың кездері кішкене салмақ жинағанын күтіңкіреген дұрыс. Ал жазғы уақыттарда 15 минутқа дейін, 10-15 минутқа дейін
ақырындап шығарып бастасаңыздар болады. Шығарған кезде сағат 11-ге дейінгі уақытта және кешкі 4-тен кейінгі уақытта шығарғаныңыз дұрыс. Өйткені ол кезде ультрафиолет ондай қатты баланың терісіне зақым келтірмейді. Сондықтан баланы күніне 2 мезгіл 10-15 минуттан шығарсаңыздар болады. Біртіндеп уақытысын 1-1,5 сағатқа дейін көбейтсеңіздер болады. Алғашында 10 минут, 11 минут, 12 минут, 13 минут, 14 минут, 15 минут деген сияқты ақырын-ақырын 1-1 минуттан қосып 1,5 сағатқа дейін жеткізсеңіздер болады. Келесі массаж жөнінде айтатын болсақ, балаға массаж, шала туылған, жаңадан туылған балаға массаж жасауға кеңес берілмейді. Өйткені баланың бұлшықеттері толық жетілмегендіктен балаға массаж жаңағыдай қажет емес. Бала толық кішкене салмақ жинап, өз-өзіне келіп, бала жаңағыдай кішкене бұлшықеттері қатайғаннан кейін массаж жасасаңыздар болады. Шала туылған балада қазіргі медицинаның дамуының арқасында әп-әдемі үлкен азамат болып өсіп шығады. Тек қана қалай күтіну керектігін білсеңіздер болғаны. Енді бұл мәлімет сіздерге пайдалы болған болса, өздеріңіз жақындарыңызбен бөлісіп, мен канал даму үшін, мен каналыма тіркеліп, активтіліктеріңізді білдіріп отырсаңыздар, каналдың дамуына үлкен үлес қосасыздар. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ақжарқан Сытқасықызы. Қош сау болыңыздар.